достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Каналыма кіріп, тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Сәлем достар, білесіздер, балалар фарштан жасалған тамақтарды өте жақсы жейді. Сол себепті мен өзіме 10 күн бойы фарштан тамақ жасап беремін деп ойлағанмын, бірақ білесіздер, адамның ойлағаны всегда бола бермейді. Бірінші күн манты істедім, одан кейін тефтели, одан кейін голубцы. Барлығын қыздарым жеп алды. Білесіздер, ол кезде менің тек айзерім ғана ветрянка болып ауырған. Соның иммунитетін көтерейін, кішкене тамақ жесін деп әйтпесе, қазіргі балалар мүлдем ет те жемейді, тамақ та жемейді. Тек магазиннің тамағын сұрай береді. Енді білесіздер, 10 күн емес, 5-ақ күн жасадым. Қалған 3 қызым да ветрянка болып қалды. Құда қаласа жазылып шығамыз, ары қарай жалғастырамын деген ойдамын. Сіздер қолдап өтсеңіздер болғаны. Манты жасадым, тефтели, голубцы, фаршированный перецпен котлет жасадым. Оны түсірмеппін, самса пісірдім. Құда қаласа қыздарым жазылып, тағы да ауылдан ет келетін болса, әдемілеп түсіріп, рецептермен бөлісетін боламын. Біз мына жерде түйіп отырмыз. Қыздарым кәдімгідей өздері түйе беретін болған, салып берсең болды. Інім мынау видеоны алып таста, тәте, мен бәрі мазақтайды. Алып таста деп. Қалай алып тастайсың мынау видеоны? Күліп, ойнап, күшті қылып дайындадық мантыны. Өте дәмді шыққан. Бүгін екінші күн, бүгін тефтели жасаймын, және де самса жасаймын. Қамын кеше дайындап қойғанмын. Қазір қалай шыққанын көрсетемін. Тефтелиім дайын болды. Ан жақта қызым жылап жатыр. Бұлармен тамақ істеген құрам. Бүгін бізде фаршированный перец, голубцымен бірге. Үшінші күн, қазір пісіріп болғаннан кейін көрсетемін. Кішкене қуырып, бұқтырып бердім. Бұрыштар, күзде сақтаған бұрыштарым 6 штук қалыпты. Соны істеп беріп жатырмын. Өте дәмді шыққан. Құдай қаласа рецептпен бөлісетін боламын.